Сәлем құрметті достар, сіздермен Әсемнұр. Бүгін сіздермен буынның түрлеріне тоқталатын боламыз. Буын дегеніміз сөз құрамындағы бір немесе бірнеше дыбыстардың тобынан жасалған фонетикалық бөлім. Буынның үш түрі бар: ашық буын, тұйық буын, бітеу буын. Ашық буын жалғыз дауыстыдан құралған немесе дауыссыздан басталып, дауыстыға аяқталған буын. Мысалы, аға, ана, бала, дана, сана. Тұйық буын дауыстыдан дауыссызға аяқталған буынды атаймыз. Мысалы, ар, от, аш, ас. Бітеу буын дауыссыздан басталып, дауыссызға аяқталған буынды атаймыз. Мысалы, тас, бас, жол, қар. Сіздермен болған Әсемнұр. Келесі тақырыбымыз морфологиялық талдауға арналады. Менімен бірге болыңыздар. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.